Сәлеметсіңдер ме балалар? Денсаулықтың кепілі, қозғалу, жүру, жүгіру, өсем десең жетіліп, спортпен табыс құлшынып демекші. Осы денсаудың жансау бөлімінен әуенге би қимылдарын ойлап табуды, спорттық ойын түрлерін ажырату мен жанкүйер болуды, спорт алаңындағы түрлі дыбыстарды ажыратуды, музыкалық, ормалы және шулы аспаптарды пайдалана отырып, до, ми, соль ноталарымен қарапайым музыкалық үзінділер құрастыруды үйренесіңдер. Ал музыкалық сабат бойынша дыбыспен, скрипка кілтімен таныс боласыңдар. Әуен, би, алқа, би қозғалысы, суырып салма, яғни импровизация сияқты терминдер мен ұғымдар сөз қорларына енетін болады. Музыканы жақсы көретін, әсіресе ұлттық музыканы ұнататын менің сүйкімді шәкірттерім. Біздің бүгінгі кел билейік тақырыбы бойынша өтетін музыкалық саяхатымыздың басын атақты күйші композитор Дәулеткерей Шұғайұлының халық арасында кең таралған қосалқа күйін тыңдаумен бастаймыз. Қосалқа күйінің кіріспе әуені және негізгі әуені бар. Кіріспе музыкалық шығарма басталар алдында орындалатын қысқаша әуен. Негізгі әуен музыканы, яғни күйді, әнді сипаттайтын басты әуен. Менің жас достарым, сендерге әсемде сылқым, бейпаз би қимылдары ұнайды ғой? Ендеше осы кітап бетіндегі шартты түрде берілген үлгіге қарай отырып, қосалқа күйіне би қимылын ойластырсаңдар да болады. Би қимылдарына үлгі. Күй кіріспесінен кейін негізгі әуенде қыздар суреттегідей аяқтарын кезек-кезек алмастырып басады. Олардың шынтақтары сәл бүгіліп, оң немесе сол жаққа айналма толқын қимылдарын жасайды. Қыздар оң қолын жоғары, сол қолын сәл төмендеу кеуде тұсында ұстайды. Айналма қимылы. Қол білезік буыннан өзіне әрі қарай және өзіне қарай бүктетіле толық айналады. Толқын қимылы. Екі қолдың саусақтарын бір мезгілде жұдырыққа жинап, алақанын жазғанда толқын тәрізді қимыл шығады. Күй әуеніне қыздар сырға, білезік, тарақ, айнаны бейнелеп түрлі қимыл қозғалыстар жасайды. Мысалы, сырғаны көрсету. Алдымен оң қолдың саусақтары иектің астынан бастап, оң жақ құлағындағы сырғаны көрсеткендей қимыл жасайды. Сонымен, би дегеніміз музыкамен немесе ырғақпен түрлі дене қимылдарын жасап көрсететін өнер түрі.
Қазір жаңа әннің мәтінімен танысып, әуенін тыңдап, айтып үйрену сәті. Кел билейік. Өлеңін жазған ақын Мұзафар Әлімбаев, әнін жазған композитор Бақытжан Байқадамов. Кел билейік, неге тұрсың билемей? Кел билейік, іркілмейік, неге отырсың үйренбей? Жалығуды білмейміз, жабығуды білмейміз, жауқазындай көз тартып, жайраң қағып билейміз. Музыкалық сабат бойынша до, ми, соль ноталарының нота сызықтарына қалай орналасатынын, жазылуын және қандай биіктікте дыбысталатынын білесіңдер. Оларды сол биіктікте айтып, жазылуын белгілейтін таңба бар. Ол соль кілті деп, немесе скрипка кілті деп аталады. Скрипка кілтінің жазылу түрі. Бүгінгі сабақта ре және фа ноталарымен танысасыңдар. Ре нотасы бірінші сызықтың астына жазылады. Ал фа нотасы бірінші сызықпен екінші сызықтың ортасына жазылады. Бүгінгі саяхатымыздың жарқын бір сәті бұл жұмбақ шешу ойыны. Ендеше қазір жұмбақ шешейік. 5 жолмен жүреді, бар әуенді біледі. Ол не? Сонымен бүгін музыканы, әсемдік жақсы көретін менің сүйкімді шәкірттерім, сендер биге арналған шығармалармен таныс болып, оның ішінде Дәулеткерейдің Қосалқа күйін тыңдадыңдар. Ал биге арналған айналма, толқын сияқты би қимылдары да сендерге енді таныс болды. Енді сендер музыкалық шығарманың кіріспе әуенін, негізгі әуенін білесіңдер. Музыкалық сабат бойынша скрипка кілті салынған нота тағанында ре және фа нотасын қалай жазылу керектігінде бүгін танып білдіңдер. Алдағы сабақтарымызға сәттілік тілей отырып, мен сендермен осы көңілді әуенмен қоштасамын. Сау болыңдар балалар.